жетпесінші орта мектептің әлеуметтік педагогі Алдакешова Айнұр. Ерекше білім беруді қажет ететін балалар мен әлеуметтік педагог жұмысының ерекшеліктері. Әлеуметтік педагог жас тұлғаның психологиялық, педагогикалық ерекшеліктері мен оның қызығушылықтары мен қажеттіліктерін, мінез-құлқындағы ауытқуды анықтай отырып, оны қоршаған ортаны зерттейді және балаға уақытында әлеуметтік көмек пен қолдау көрсетеді. Мақсаты әр тұлғаның психология, педагогикалық жағдайының ерекшелігін, микроортасын, өмір сүру жағдайын, өмірге қызығушылығын, жеке әлеуметтік жағдайларын зерттеу, анықтау және оқушының тәртібіндегі кездесетін қиыншылықтарын қадағалай отырып, өз уақытысында әлеуметтік көмек көрсету, мүддесін қолдау, құқығын қорғау. Міндеті: мұқтаж тәрбиешілерге әлеуметтік көмек және қолдау көрсету, жас өспірімдердің мінез-құлқындағы ауытқулардың алдын алу, олардың әлеуметтік қорғалу және әлеуметтік ортаға бейімделу деңгейін анықтау. Әлеуметтік педагогтың үнемі жасап отыру керек жұмыстары: мектепте де, отбасында да оқушының даму жағдайын зерттеу, оның жеке даму деңгейін, психологиялық және физикалық жағдайын, отбасының әлеуметтік мәртебесін анықтау. Ата-аналарға педагогка, балаларға психологиясы, құқықтық мәселелер бойынша ағартушылық көмек көрсету, рөлді ойындар, тренингтер сияқты әртүрлі оқыту мен практикалық кездесулер өткізу, қолайсыз отбасылардың деректер картасын әзірлеу, әртүрлі қоғам құрылымдарда баланың мүддесін қорғау үшін қажетті құжаттар пакетін дайындау, бала мен ата-ана арасында қақтығыс туындаған жағдайда отбасылармен тұрақты түрде кездесулер мен топтық сабақтар өткізу, білім беру процесінің барлық қатысушылармен, пән мұғалімдермен, оқушылармен және олардың ата-аналарымен тұрақты, оның ішінде жеке консультациялар өткізу, балалардың қосымша білім беру ұйымдарына тарту арқылы олардың жан-жақты физикалық дамуын ықпал ету. Ерекше білімді қажет ететін балаларды толыққанды тәрбиелеу және әлеуметтендіру, білім беру процесіне қосу үшін жағдай жасау, соның негізінде инклюзивті оқытуды енгізу мемлекеттік әлеуметтік саясаттың бір бағыты болып табылады. Инклюзивті білім беру ерекше білім қажеттіліктері мен жеке мүмкіндіктерін ескере отырып, барлық оқушылардың білім алуына тең қол жеткізуді қамтамасыз ететін үрдіс. Білім беру жүйесінің өзгеруімен баланың бүкіл мектеп деңгейіне қабылдау, инклюзивті білім беру ерекше білімді қажет ететін балалар мен жасөспірімдердің әдеттегі мектептегі білім беру процесіне белсенді қосылу мен қатысу ғана емес, сонымен бірге барлық балалардың білім алу қажеттіліктерін қамтамасыз ететін жүйе ретінде жаппай білім беру процесі қарастырылады. Мектепке жол акциясы кезінде әлеуметтік жағдайы төмен отбасыдан шыққан оқушымен жұмыс, жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған оқушылармен жұмыс, ерекше назардағы оқушылармен жұмыс, ерекше білімді қажет ететін оқушылармен жұмыс. Соның ішінде ерекше білім қажет ететін оқушыларымыз біздің мектебімізде бар. Жаңа жыл қарсаңында осы оқушыларға жаңа жылдық сыйлықтар берілді. Мектебімізде ерекше балалар мен ата-аналар мен балалар арасында осындай отбасым мекені атты тақырыпта ата-аналар арасында сайыстар өткізілді.